3-4 ғасыр бұрын болған оқиға. Ол менің ата-бабам басында болғанда, былай енді ол онша айтылған жоқ, енді қазір айтылып отыр. Айта бер. Ол мынау білесіңдер, ұлы жібек жолын білесіңдер. Ана жоқ қойсын. Ұлы жібек жолын білесіздер. Ұлы жібек жолының бойында біздер мына жерде ыстылар, сіргелілер тұрған мынақта. Ұлы жібек жолында әлі де тұрамыз сол бойында. Тәкен? Ол ояқтан мынақтан Европадан Қытайға, Монғолияға, Үндістанға арырай кеткен саудагерлер жібек жолымен. Былай қарай Өзбекстан арқылы Ауғанстан, Пакистан, Иран, Түрк сояққа қарай кеткен. Соның бойында тұрған көп мәдениеттің бәрі біздерде де біздің жақта. Ал енді былай қарап отырсаңыздар, сол кезде мынау біздің ауылда Шаян өзені болған. Терең суы ағып жатқан. Соның жанында біздің ата-бабаларымыз сол жерде тұрғанда. Сонымен енді қазір менің әкем, атам, бабам оның ар жағындағы арғатамда енді солардың тұстарында болған оқиға. Сол кезде жаңағы Шаян өзенінен су арқырап ағып жатады ғой. Сол кезде соның жағасының бәрі көктемде осындай көктемнің кезінде тасиды екен. Жан-жағының бәрі тасидағыны кейін ұрықтар шашылады, не қылады, шөптер қалың өседі ғой. Сол кезде жаздың күні атпен жүрген кезде аттылы адамның бойы көрінбейді екен. Жаңа шөптің қалың өскені соншалықты. Енді соны біздің бабаларымыз жаңағы малды түйемен бағады екен. Енді ана қой бар, сиыр бар, жылқы бар, соның бәрі ана малдың ішіне кіріп кеткен кезде сәл биіктеу ғой енді түйенің үстінен көрінеді. Бір беткейде тұрады екен жаңағы біздің атамыздың нелері тұрған жері. Енді ол жерде әулет болып тұрады ғой. Әулет болып тұрады ғой. Сөйтсе бір күн қой бағып, малын бағып қайдаруға кетіп баратса, бір қалың шөптің жанында бір қарайды бірдеңе жатады ғой. Күніге бағып жүрген, бұның ештеңе жоқ, бұл не екен деп барса, бір түйе жатыр екен. Түйе жатқан, жатып өліп жатыр. Оның үстіндегі ана немесе жүгімен жатыр енді. Жүгімен жатқанда, сөйтіп қарайттан, бұл кімдік екен дейді, ары бері қарайды. Бұл өзді білесіздер, барлық адам жаңағы қанша не болғанымен біреудің затына тиіспейді. Егесі бар ма, бірген ба, ары бері қарайды, бірақ ішінде айтпайды. Ұзақ тұрды ғой, кімге айтады енді. Сонымен тұрады, анау жатыр. Bir gün gelip, el жатыр, 2 gün gelip жатыр, 10 gün gelip, 10 gün gelip. Анау el жатыр, бірақ адам жоқ, ешқандай адам жоқ. Анау жаңағы түйе уже жаңағы ит құс бар, сонда жеп, мындай неғыла береді ғой енді. Кетебек, бірақ алып жүк сол үй жатыр. Сол кемпіріне барып айтады, кемпір дейді, жүр анаяқта бір зат төлем, соны көрейік дейді, екеуміз бар дейді. Оған жаңағы әрі көмектесті. Барса, жаңағыны жүкті алады ғой енді. Жүкті алса, ішінде толы да алтын бұйымдар екен. Жаңағы бір түйенің бұндай несі жүгі керуеннен да. Енді ол керуеннен бөлініп қалған қалай болған енді белгісіз ол енді. Сол анерде жатыр. Соны бұл не қыламыз енді дейді, мынау жатыр. Мынаны үйге апаруға болмайды. Басқалар көрсе талайды бұны. Дейді дағын бір жерге апаратта, беткейге апаратта қазады. Түстен кейін уже енді абақ-сабақтың сәл алдында белі бардан қазаттағын жаңағы көмеді. Сөйтіп та қояды. Бір жолаушы біреу егесі келсе береміз дейді ғой енді барлығы ойы. Сонымен не керек? Айтыр ол кезде енді достым енді біліп отырсыздар, ол кезде жаңағы жібек жолынан өтетін керуендер ары бері өтеді, солардың біреуіне қалған ба, сондай бірдеңе ғой енді. Сонымен бұл жоқ, адам жоқ. Сонымен бір сөйді енді басқыншыға андай-мындай болып кетеді енді. Соғыс болып кетеді, жоңғарлар бар, нелер бар, қалмақтар бар деген сияқты сондай әйтеуір соғыс болып кетеді, соның атамыз қайтыс болып кетеді ғой. Енді апамыз біледі оны. Сөйтіп тағын ана жерден көшіп кетеді ғой басқа жаққа. Ол ішінде айтылмайды, ана айтпа, егес келген кезде береміз деп қойған. Соған арғай досан көлі жағына ма, зағымда неменеге көшіп кетіп қалады ауылдың ары.
Сөйтіп дағын Белгілеп сол қойған күйі шығар қалып кетеді. Böyle belgilep koyarsa böyle. Böyle çıkarmaya тұру ғой. Әжеміз қате ғой. Адресын біліп алып. Уақыт келеді ал сосын жаңа келін айтады, келіннің келіні айтады. Ана өзінің немере келінге айтып кетеді ғой. Сөйтеді дағын ол қайыр екенін білмейді ғой ол. Ана апада уже кәрі деген жүре алмайды. Ол ана мекта қалған. Сонымен не керек? Анау Шыдамай қалдым. Пәлен жерде жобалап айтады. Жобалап айтады. Сонымен ол ұмытылады. Одан кейін ол кісіден енді біздің әжеміз ғой енді менің әкемнің несін. Ол менің апам айтады ғой. Апам ішінде айтты да маған айтады ғой. Жоқ, адресін біледі дейсің. Көрдіңіздер ма? Маған айтады ғой. Ал енді қараңыздар, енді ол заттың егесі, примерно мен білемін енді оны. Ол заттың егесі келсе, сол беремін мен. Мәлік мәлік. Беремін. Ол ашқан екен, оның белгісі бар ғой, мынандай. Мәлік шыққан мәлік. Ойымын, не мәлік. Баяғыда мен ата-бабам уақытта жоғалтқан егізді. Ашқан соның ішінде белгісі бар. Айтсаң деп беремін. Жоғалтқан Ал. Не аяғы жемейсің? Тұра айтырмыз соны. Егесі десе арап па, үнді ма? Мына енді қараңыздар, жаңа айттым ғой, Сіргелі мен Ыстылар сол ұлы жібек жолының бойында тұрған. Культураны да бізде ғой тәке, иә? Önce senin aşkların oldu, Yusuf Batışlı oldu. Іздеп келеді бәрі. Onu aşağı Ал енді, жоқ, болмайды. Ал енді мынау қараңыздар. Сондай күлтірін адамдар, күлтіраның бәрі бізден шыққан. Ал мына тәкеңдердің жүрген жерлі қау, сырдың бойы не көрді дейсіздер бұлар? Мына ерекеңдер не көрді дейсіз таудың арасында? Қоян ба, бірдеңе бүлдіріп па, бұлдырып па, бірдеңе жер жүрген. Жоқ, терасының жолға Қазір жауап беремін. Жоқ, бөке. Қырсасыздар ма мені әңгіме? Ол Ішіндегі затты білсе. Жауабын беремін. Осыдан қарап тұр. Fraular gökbeliği de var. Al.